Армысыздар, құрметті ұстаздар мен колледж студенттері. 1 мамыр Қазақстан халқының ынтымағы мен бірлігі мерекесі құтты болсын. Бүгінгі біздің мерекелік іс-шараның мақсаты әр халықтың өнері, оның рухани байлығының негізін студенттер жүрегіне өз ұлтының тілін, дінін біле отырып, өзге ұлттың рухани байлығын сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелеу, басқа ұлт өкілдерімен таныстырып, олармен тату, достық қарым-қатынаста болуға тәрбиелеу. Көп ұлтты Қазақстан Республикасының халықтар достығы еліміздің бірлігінің кепілдігі екенін таныту. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесі қарсаңында достығымыз жарасқан атты мерекелік іс-шара өткізіліп отыр. Қазақстан түрлі ұлттардың басын қосқан ұлы мекен. Олардың салт дәстүрлері, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасалған. Сіздерді бүгінгі халықаралық ынтымақ күні 1 мамыр мерекесімен құттықтау үшін сөз кезегін колледж студенттеріне берсек. Бейне көрсетілімді бірге тамашалайық. Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің Жас отан жастар қанаты ұйымы 1 мамыр Қазақстан бірлік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Біз доспыз, біргеміз, қиындықты бірге жеңеміз. Ошақ бөлек болғанымен отан ортақ бауырлар. Үйден шықпа, елді сақта, үй қазіргі қорғаны. Біз біргеміз. С Днем едности народу Казахстана. С Днем единства народу Казахстану. Kazakhstan 국민의 행복한 통일이 날. Glückliche Einheit der Menschen in Kasachstan. С Днем единства народа Казахстана. Glücklicher Tag der Einheit der Menschen in Kasachstan. С Днем единства народа Казахстана. Бірлік күні құтты болсын. Құрметті ұстаздар, студенттер, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Көктемнің соңғы айы мамыражай мамырда жетіп қалды. Алғашқы күнінен бірлік пен берекеге бастайтын бұл айдың барша адамзат үшін асқақ абыройы бар. Дүниежүзілік ынтымақ, еңбек, бейбітшілік күні біздің елімізде де Қазақстан халықтарының бірлігі күні деп аталып өтіледі. Бірлік қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымындағы маңызды этикалық ұғым. Бірлік адамдар арасындағы ынтымақтың, жарасымды татулықтың, ел болудың белгісі. Қазақ халқы бірліктің күнделікті тіршіліктегі орны мен маңызын бірлік болмай тірлік болмас. Бірлік түбі береке. Алтау ала болса ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса төбедегі келеді деп түйген. Дана жұрт мұны тегіннен тегін айта салмаса керек. Ауыз бірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық үстем құрған жерде әрқашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп ілгері басып келеді. Біздің мемлекетіміздің басты жетістігі еліміздің халықтарының ұлтаралық және конфессияаралық келісімі, өзара түсіністігі мен сыйластығы болып табылады. Қазіргі таңда 1 мамыр мерекесін әртүрлі мазмұнда әлемнің 70-ге жуық мемлекеті тойлайды. Мысал үшін Украинада 1 мамыр күні халық алаңға шығып, мереке ұйымдастырып, орманда серуендеп, кәуап дайындайды. Оңтүстік Африкада халықтық өнер туындыларын көрмесін ұйымдастырып, төмен бағада жалпы халыққа арналған тұрмыстық бұйымдар сатылады. Сицилияда жергілікті халықтың сенімі бойынша бұл күні түймедақ терген адам бақытты боладымыз. Британияда 1 мамыр демалыс күні. Ресейде 1 мамыр мерекесін 1997 жылдан бастап көктем және еңбек мерекесі ретінде атап өтеді. Ал бізде 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халық ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы тәуелсіздіктің 1 жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында айтты. 1995 жылдың 1 наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен келісімнің тұрақтылықты феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ассамблея мемлекеттің ұлттық саясатын әзірлеуге, жүзеге асыруға, Қазақстан Республикасындағы қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал жасайды. Бүгінде әрбір ұлтқа салт дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде.
кең байтақ Қазақстанды 130-дан астам ұлт пен ұлыс мекен етуде. Сондықтан да біздің ел үшін 1 мамыр мерекесі мерейі үстем болады. Бұл күн халқымызды етене жақындастыра түсетін тағылымды күн. Ұлы Абайдың адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп айтқан өсиетін, кемеңгер ойшыл Пифагордың жердің жемісін жылына бір көрсек, достың жемісін күнде көреміз деген даналық сөзін басшылыққа алған елбасымыз, көп ұлтты болуымыз біздің байлығымыз, мақтанышымыз деп айтты. Ел тынығы бұзылмай, бейбіт елдің берекесі арта берсін. Сіздерді тағы да айтулы мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, береке, бірлік, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ынтымақ пен бірлік мерекесі құтты болсын. Ынтымағы жарасқан береке күн. Білдіреді болашақ ел ертеңін. Татулық пен достығың арта берсін, құтты болсын бүгінгі мереке күн. Міне осыған сәйкес ынтымақ, бірлік, достық жөнінде мақал-мәтелдердің басы немесе аяқ айтылады. Ал қатысып отырған әр топ студенттер осы мақал-мәтелдердің жалғасын табуы керек. Тапқан жағдайда микрофондарыңызды қосып, жауап берсеңіздер рұқсат. Ырыс алды. Ынтымақ. Жақсы. Мақал. Бірлік болмай. Тірлік болмас. Келесі мақалдың алдыңғы жағы белгісіз, соңғы жағы игілікпен аяқталады. Ынтымақтың түбі игілік. Аха, жақсы. Келесі мақал бірлік, ынтымақ. Байлық бақ. Жақсы. Келесі мақал тірлік түбі. Бірлік. Жақсы. Келесі мақалдың бас жағы белгісіз, соңғы жағы табыс мол. Татулықта табыс мол. Бұл мақалдың жауабы. Татулықта табыс мол. Аха, жақсы. Біршілік болмай, келесі мақал. Біршілік болмайды. Өте дұрыс. Дос басына қарайды. Дұшпан аяғына қарайды. Дос сыртынан мақтар. Дұшпан даттар. Дұшпан көзіне мақтар. Ағаш тамырымен мықты, жалғасы. Адам бауырымен мықты. Жақсы, дұрыс. Дос жаранымен мықты. Дос жаранымен мықты. Дос егіз. Дос егіз, дұшпан сегіз. Келесі мақал. Досыңды мақтағаның. Өтімді жақтағаның. Өте жақсы. Келесі мақал. Досы жоқ адам. Тұзы жоқ тағам. Және де соңғы мақал. Досы көпті жау алмайды. Ақылы көпті дау алмайды. Барлықтарыңызға белсене қатысқандарыңыз үшін, осы бірлік күнінде достығымызды көрсетіп, белсене қатысқандарыңыз үшін тағы да бір алғысымды білдіремін. Достығымыз жарасқан атты байқауымыздың жеңімпаздарын анықтау үшін әділқазылар мүшесі Айжан Мырзатаевнаға сөз кезегі беріледі. Колледжшілік іс-шарамыз 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен құттықтаймыз. Біз колледж ұстаздарының мақсаты студенттерді татулыққа, достыққа, елін, жерін сүйуге үйрету. Әр халықтың өнері оның рухани байлығын сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелеу. Басқа ұлт өкілдерімен таныстырып, олармен тату, достық қарым-қатынаста болуға тәрбиелеу. Көп ұлтты Қазақстан Республикасының халықтар достығы еліміздің бірлігінің кепілдік екенін таныту. Бүгінгі мерекеге арнап әрбір біріккен топтар достығымыз жарасқан атты деген тақырыппен әр ұлттың
тілінде амандасып, сол ұлттың тілінде ән тақпақ немесе би орындап, ұлттық тамағын дайындап көрсету болған. Халықтар достығы, еліміздің бірлігінің кепілдігі, барлық жіберілген материалдарды сараптай келе, бірінші орын Украин халқының өнері мен ұлттық тамағын дайындаған 27 және 20 жия топтары. Екінші орын бірінші орын кешірім сұраймын. Бірінші орын 27 және 20 жия топтары. Кешірім сұраймын. Топтары. Дұрыс. Екінші орын GA5, GA4 топтары. Үшінші, ол бірінші топ бізде Украин халқын дайындаған, екінші топ бізде Кәріс халқының өнері мен тағамдарын дайындаған 20 пен 20 Үшінші орын татар халқының өнері мен ұлттық тамағын дайындаған 20 және 22 топтары. Құттықтаймыз. Жеңімпазбен дос бол. Әрбір халықтың бай мәдениеті, өзінің ұлттық әні, жыры болады. Ертегі аңыз салт дәстүрлері ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Олардың барлығының мақсаты бір атаның баласындай бақыт, бейбітшілік, жарқын болашақта өмір сүру. Келесі кезекте 27 топ студенттері Украин елінің және де 20 EA1 топ студенттері дайындаған татар елінің өнерлерін бірге тамашалайық. Всем привет, меня зовут Камила, я менеджер группы 20ТТ и хотела бы вас поздравить с Днем Единства народа. Гринько, мама. Ще в коллекции немовля, слово «мама» в мовля, найдорожче святое слово, так звучит у родной ему. Матенька, матуся, мама, маменька, мамуся, называю тебя я, роднанинчика моя. Татарлар Ресей Федерациясы құрамындағы Татарстан Республикасының байырғы тұрғындары. Дүние жүзі бойынша жалпы татарлар саны 8 миллионға жуық. Татар тілі Алтай тобына жататын тіл. Тілдері ежелгі түркі тілінің мұрагері деп саналады. Ежел заманнан татар ұлты жер өңдеу және мал шаруашылығымен айналысқан. Татар этнонимі алғашқы рет орталық Азияда пайда болған деседі. Кейінірек 17 ғасыр басында Монғолия империясының құрамына енеді. Татар ұлты мен түркі халықтарының ұқсас тұстары өте көп. Мысалы, түркі халықтары секілді татар ұлты да Наурыз мейрамын тойлайды. Сонымен қатар татар ұлтында Каргатуэ, құстарды қарсы алу атты мейрамы бар. Бұл мереке көктем уақытында күн жылынып, құстардың оралуына орай ұйымдастырылады. Үлкендер үйлеріне келген немесе көше аралаған балаларға тәтті дәмді тағамдар тарататын болған. Тағы бір атап өтетін мейрам Сабантуй. Сабантуй татар тілінен аударғанда соқа мейрамы дегенді білдіреді. Мерекеде жәрмеңкелер, көңіл көтерерлік бағдарламалар, концерттер ұйымдастырылады. Сабантуй маусым айының орта тұсында тойланады. Қаппен жүгіру, қасық ішіндегі жұмыртқаны ауызбен алып жүгіру сияқты ойындарды үлкен кішісі болып ойнайды. Міне, татар ұлты осындай ұйымшыл әрі қонақжай ұлт. Қысқаша шоудан кейінгі татар тіліне түсірілген челленджге назар аударайық.
ас есімен тәтті деген ұлағатты ұғым бар. Ендеше елімізде бейбіт өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар өкілдерімен дәм тұзымыз жарасып, қазақ елінің нығайып өркендеуіне өз үлесімізді қоса берейік. 20 ЕА 4 тобының студенттері кәріс елінің ұлттық тағамын дайындауын бірге тамашалайық. Анюхасян. Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить одно из национальных блюд Кореи. Это кимпап. Для начала нужно помыть руки для вашей и нашей безопасности. В состав этого блюда входит рис, так же, как и многие блюда корейской кухни. А для этого нам нужен сам отваренный рис, листяной, крабовые палочки или рыба, огурцы, творожный сыр. Для начала нужно нарезать крабовые палочки и огурцы. А после нарезки всех ингредиентов мы посыпаем смотрим. Нужно намочить руки, чтобы рис не прилипал к рукам. Сначала накладываем сыр. А теперь накладываем огурцы и крабовые палочки. Теперь все, что получилось, сворачиваем. Сегодня приготовили национальное корейское блюдо кимпап. Всем спасибо за внимание. С вами была группа 20Я4. До свидания. До свидания. Сөз кезегі колледж директорының әлеуметтік және тәрбиесі жөніндегі орынбасары Бақтиярова Бақытгүл Жанзақызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті студенттер, ата-аналар қарап отырған болса, бүгін енді бағанадан студенттеріміз айтып жатыр, Қазақстан мемлекеті үшін, біздің халқымыз үшін ерекше мереке. Бұл мереке 1 мамыр халықтар достығы, халықтар бірлігі күні басқа мерекелерге ұқсамайды. Неге десеңіздер, біз көп ұлтты құқықтық мемлекетпіз. Бізде 130-дан аса ұлттар мен ұлыстардың өкілдері бір шаңырақтың астында білім алып, тәрбиеленіп, біздің қоғаммен бірге біте қайнасып өмір сүріп жатыр. Бұл біздің мемлекетіміз үшін ең басты байлық, ең басты құндылық деп санаймын. Кез келген мемлекетке достықтан, береке бірліктен асып кеткен қағида жаңа болмайды. Сондықтан да біздің елбасымыздың, жалпы мемлекетіміздің ұстанып отырған салиқалы, саналы жаңағы жолдамалары, қандай құжаты болмасын, дұрыс бағытта деп ойлаймын. Себебі бүгінгі таңда біздің елімізде қандай жағдайда да төзімділік, толеранттық, шыдамдылық, бір-біріне сүйіспеншілікпен қарау басты орын алып отыр. Біз қандай жағдайда да қазіргі тіпті пандемия заманында да еш шусыз, ешқандай халықтың ішінде біліншілік жасайтындай біздің халық ондайға әуес те емес, көздері ашық, деңгейлері жоғары азаматтар мен азаматшалар. Бұл бәріміз үшін ең жақсы, дұрыс бағыт деп санаймын. Олай болатын болса, біздің колледждің өзінде де 10-нан аса ұлттың өкілдері оқиды, білім алып жатыр. Татар, орыс, шешен, Корея елінен, өзбек, осындай ұлттардың балалары бізде оқып жатыр, тіпті айырмашылықтарында біз сезбей қаламыз. Барлығы бір ұлттың балалары сияқты.
Бұл да біздің колледж ішінде аса байлық құндылық деп санаймын. Сондықтан және айтып жатқан әндеріңіз, билеріңіз, ол жаңағы басқа ұлт өкілдеріне құрметпен қарағандарың. Және конкурс өтті, фестиваль өтті, оған қатысып, өздерінің шығармашылық деңгейлеріңді көрсетіп, орын алып жатқан топтарды және топ жетекшілерін, студенттерді мен шын жүректен директорымыз Думанғазы Семигазиевичтің атынан, өз атымнан, ұжымның атынан үлкен алғысымды айтамын, ризашылығымды білдіремін. Осындай мерекелі, берекелі күнде, осындай бейбіт өмірімізде жақсылықтар толып жатыр. Осы жуықта ғана болған біздің ассамблея өткізген біз өзімізбен жаңа және өзгелермен тату тәтті өмір сүреміз деген мынандай мадақтаманы біздің дуальниктер оқып жатқан Оразалы, Диас, Серікжан деген балаларымыз қатысып бірінші орынды иеленді. Бұл да барлығымыздың жемісіміз. Мұнда ең маңызды былай деп жазылыпты: біз сіздердің жастарыңызды өз елінің белсенді және креативті нағыз патриоттарының қатарынан көруге өте қуаныштымыз. Сіздерге мамандық алу жолында сәттілік, жаңа идеялар, отанымыз Қазақстан Республикасының игілігі үшін жасап жатқан тірліктеріңіз, істеріңіз көп болғай. Сіздерге сәттілік тілейміз. Қалалық достық үйінің директоры Надежда Шарова деп осындай жаңа бізге мадақтаманы жіберіпті. Бұл да біздің колледждің осы мерекеге орай жаңағы алып жатқан жеңіс құжаты деп білемін. Сондықтан сөзімді қорыта келе, кезінде Ралам Мусинш, Рымбек Байсейітов, біздің 4 батырымыз мысалы, 2 соғыс ардагеріміз де осындай нағыз достықты, қайда жүрсе де бір-бірімізді құрметтеуді үйретті. Сара жолды салып кетті. Сондықтан қымбатты ұстаздар, жас ұстаздар, студенттер осы ата-бабамыздың өнегесінде сол жолмен жүріп, еңбек етіп, жақсы оқып, интеллектуалдық деңгейімізді көтеріп, мықты жұмыстар жасап, жобалар қорғап, колледждің мәртебесін көтерер болсақ, бұл біз үшін мақтан етерлік шарамыз. Әрине біз сондай жағдайға жетіп жатырмыз, әлі де жетеміз. Жеңімпазбен дос бол деген үлкен ұранымыз бар. Бүгінгі жеңіске жеткен студенттер одан кейін басқа топтарда жеңіске жетсін. Алла тағала осы күнімізден айырмасын. Берекеде, бірлікте, бір шаңырақ астында жақсы бейбіт өмір сүруге Алла нәсіп етсін. Мерекелеріңіз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Рахмет. 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 Рахмет сізге көп. Көп рахмет, Бақтыжан Зақына. Рахмет. Рахмет сіздерге де. Бәріміз қосылып, осы атамекен әнін бірге орындайық. Достығымыз жалғаса берсін.
Рахмет. Баршаларыңызға, әр отбасына, әр қазақстандыққа шынайы көңіл мен бақыт береке тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Рахмет. Болды ма? Аяқталды. Жақсы, рахмет. Мерекелеріңізбен. Ал мерекелеріңізбен. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет көп-көп. Барлықтарыңызға. Мейрамдарыңызбен сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет.